халық санағын офлайн түрде өттім, және де менің барлық отбасым өтті. Барлығы өте ыңғайлы болды, ешқандай қиыншылық болмады. Бірнеше күннен кейін маған SMS келді, мен халық санағын успешно прошел. Менің ойымша маңызды ол, өйткені қазір Қазақстан жас мемлекет болғандықтан, Қазақстанның халық саны өсіп келе жатыр, сол маңызды деп ойлаймын. Қанша ұлт Қазақстанда тұрып жатыр деп ойлаймын. Және де қазір енді қазақ ұлтының да саны өсіп келе жатыр, былай алып қараған кезде санын білу үшін деп ойлаймын. Біз қазір Евразия сауда орталығына келдік. Мұнда біз халыққа онлайн және офлайн халық санағынан өту бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Егер онлайн өтетін адамдарға біз қала тұрғындарына онлайн өтуден жолдарын көрсетіп, ал офлайн өтетін адамдарға осынан офлайн өтуден көмек көрсетудеміз. Жалпы түсінбеген сұрақтарына осында қанағаттанарлықтай жауап беріп жатырмыз. Қазіргі уақытта өткізіліп жатқан халық санағы бізге ең біріншіден еліміздің экономикасын, демографиялық жағдайларын, әлеуметтік жағдайларын білу үшін өте маңызды болып табылады. Халық санағы арқылы біз халықтың санын ғана емес, сонымен қатар сапасын, әлеуметтік жағдайын, жалпы тұрмыс тіршілігін білеміз. Бүгін біз Биг Шанхай сауда орталығында халық санағы жөніндегі ақпаратты таратып жатырмыз. Халық санағы онлайн режимінде санақ.gov сайтында өтуге болады. Және де біздің интервьюлер жеке тұрғын үйлерді аралап, керек ақпаратты планшеттерге енгізіп, халық санағын өткізіп жатыр.